Сәлеметсің бе, қымбатты оқушым? 104-ші сабақ. Разрядтан аттамай, 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. 21 ғасырдың екінші жартысында қазақ мәдениетінің көрнекті өкілдері Шоқан Уәлиханов пен Әбдірай Алтынсарин өмір сүріп, құнды еңбектер жазған. Есептің шарты. Есептеудің ауызша тәсілдерін есіңе түсір және түсіндір. Есепте. Өрнектің жұп мәндерін атасаң, Шоқан Уәлихановтың кім болғанын, ал тақ мәндерін атасаң, Әбдірай Алтынсариннің кім болғанын білесің. Енді тарихшы 142 көбейту 2. Жүздіктерді 142-ні разрядтық қосылыштарға жүктейтін болсақ, жүздік, ондық, бірлік деп әрқайсысын жеке-жеке қосатын боламыз. 100 қосылған 40 қосылған 2. Және де бұның барлығын 2-ге көбейтетін боламыз. 100-ді 2-ге көбейтсек 200, 40-ды 2-ге көбейтсек 80, 2-ге көбейтсек 4. Сонда біздің жауабымыз 284. Қалған есептерді де дәл осы тәсілмен шығарасыздар. Шоқан Уәлиханов тарихшы, журналист, саяхатшы болған. Бұл жұп сандар. Ал Әбдірай Алтынсарин аудармашы, педагог, жазушы болған. Бұл тақ сандар.